Құрметті бауырлар, бұл видеода намазды қалай жүрекпен беріліп оқимыз соны айтамыз. Сіздер каналға жазылып қолдап отырсаңыздар. Жүрекпен берілудің шарасы намазда жүректің ғапылдығы екі себеппен болады. Бірі сыртқы, бірі ішке қатысты. Сыртқы ғапылдық былай болады. Намаз оқыған жерінде жүретін баурайтын бір нәрсені көруі, немесе бір нәрсені естуі, жүрек көзбен құлаққа тәуелді. Мұның шарасы ешқандай дыбыс жоқ жерде намаз оқу. Егер ол жер қараңғы болса, тіптен жақсы болады. Көзде бір жерге қадалудан құтылады. Бірқатар тақуа жандар өзіне шағын қараңғы бөлме жасап алады. Себебі ашық, кең жерде оның жүрегі басқа нәрселерге алаңдап ойы шашыраңқы болады. Ибн Омар, Алла оған разы болсын, намаз оқитын кезде көзіне түспеу үшін қылышты, кітапты, жамылғыны алдынан алып тастайтын. Екінші ғапылдықтың себебі ішкі себеп, бұл ойы мен қиялының шашыраңқылығы. Ал бұл өте қиын, әрі ол екі түрлі болады. Бірі, жүректен бір уақыт орын алған істен туындайды. Мұның шарасы алдымен істі жасау, жүрегін одан ажырату, және сосын намазға тұру. Сол себепті Расулалла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтқан: тамақ дайын болған кезде намаздың уақыты кірсе, әуелі тамақты жеңдер. Сол секілді егер біреуге бір сөз айтатын болса, алдымен сол сөзді айту керек. Жүректі соны ойлап тұрудан құтқару керек. Екіншісі, қысқа уақытта болмайтын нәрселер мен істерде болады. Немесе әдет ретінде жүректі әртүрлі ойлардың баурап алуынан пайда болады. Бұдан құтылудың шарасы жүректі оқыған Құраны мен тәсбихтарының мағынасын ойлаумен толтыру. Солардың мағынасын ойлау арқылы ғапылдықтан құтылады. Бұл ойлар басым болмаған кезде, һәм сол істі көп қаламаған кезде болады. Алайда көп қаласа және мағыналар туралы ойлауда ол қалауды кетіре алмаса, оның шарасы оны жеңілдететін дәріні ішу және осы ауруға себеп болған нәрсені денесінде ықпалсыз күйге түсіру. Мұның дауасы осы ойға қандай нәрсені тастау себеп болса, соны айту керек және содан құтылу керек. Мұны жасамаса бұл ойдан ешқашан құтыла алмайды және намазы әрдайым жүрекпен сөйлесулермен араласып кетеді. Бұл мынаған ұқсайды. Бір адам ағаштың астында отырып торғайлардың дыбысын тыңдағысы келмесе, қолына таяқ алып қуады. Біраздан кейін торғайлар қайтадан сол ағашқа қонады. Егер олардан құтылғысы келсе, оның шарасы ағашты түбімен кесіп тастау. Себебі ағаш ол жерде тұрған кезде құстар оған келе береді. Сол сияқты қалаулар көп болған кезде әртүрлі ойлар одан ажырамайды. Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сыйлық ретінде киім әкеледі. Әдемі нақыштар салынған көз тартарлық киім еді. Намазда көзі сол нақыштарға түсіп, намазды бітіргеннен кейін ол киімді иесіне беріп, ескі киімін қайта киеді. Сүйретпесінің үстін жаңа қайыспен байлаған еді. Намазда көзі соларға түскен соң оны сөгуді бұйырып, ескі сүйретпесін киді. Бір күні жаңа сүйретпе жасады. Оларға қызыға қарады. Сәжде жасап былай деді: осы қарағаныма байланысты Алланың мені дұшпан етпеуі үшін сәжде жасадым, жерге иілдім. Сыртқа шығып, алғаш кездескен қайыршыға оларды берді. Талха, Алла оған разы болсын, өзінің құрма бақшасында намаз оқып тұр еді. Ағаштардың арасында әдемі бір құс ұшып шығатын жер таба алмай жүреді. Жүрегі соған алаңдап, қанша рәкат оқығанын ұмытып қалады. Сосын Расулалланың алдына барып, өз жағдайын айтып шағымданады. Ісіне өтем ретінде сол құрма бақшасын садақаға береді. Сәләф осындай көп нәрселерді жасаған және жүрекпен берілудің шарасы осы деп білген. Намаздан бұрын Алланы еске алу жүрекке орын алмаса, намазда да жүрегімен беріліп намаз оқи алмайды. Болып жатқан оқиғалардан жүрек намазда болса да арыла алмайды. Намазды жүрек тыныштығымен оқығысы келген адам намаздан тыс кезде жүрегіне бір шара тауып, сол ойлардан құтылуы керек. Ал бұл дүниелік істерден аулақтау жүзеге асады. Дүниеде өзіне жететіндей нәрсеге қанағат етумен болады. Мұның мақсаты еркін ғибадат жасау болуы керек. Олай болмаған жағдайда жүрекке дайын болмайды. Алайда намаздың кейбір бөлімдерінде тыныштықта болады. Ол кезде көп нәпіл намаз оқып, жүректі дайындау қажет. Осылайша 4 рәкаттық намазды жүрегімен беріліп оқуға қол жеткізеді. Себебі нәпілдер парыздардың бауын шешеді. Құрметті бауырлар, келесі видеода жамағатпен намаз оқудың артықшылықтары айтылады. Сіздер каналға жазылып видеоларды таратып қолдау білдірсеңіздер, Алла тағала баршаларыңызға разы болсын.